Дөңгеленген дүниеде ғажайыптар жетерлік. Сол кереметтерді өз көзімен көріп саяхаттауға не жетсін шіркін Назерке? Мысалы, Жансерік, мен Римдегі Треви субұрқағына жолым түссе деймін. Тамаша. Енді ондағы субұрқақтың ерекшелігі, онда келетін туристер оған жылына шамамен 1,1 миллион доллар шамасында ақшаларын тастап кетеді екен. Міне тамаша, бұл ел туризмін дамытудың бір ғана мысалы. Біздің тілшіміз сапарлап барып қайтқан Малайзияның атақ даңқында дәл осы туризм саласы шығарып отыр. Қайықпен серуендеген тілшіміз Берік Сұлтанға сөз тізгінін береміз. Малайзияның Лангкави аралымен өздеріңізді таныстырсын. Біз Лангкавидің Танджунру деген жеріне келдік. Танджунру шыршаға ұқсайтын ағаш атауы. Тек осы жерде өсетін болғандықтан бұл жер сол атауға ие болған. Саяхатшылар да мұнда өте көп келеді. Нандай қайықты жалға алу үшін 250 рингит төлейсіз. Ол біздіңше 25 мың теңге. Осы жерге мінесіз да өзен аралап, мұнда қызықтардың барлығын көруге болады. Бізге сондай мүмкіндік туып тұр екен. Ендеше қызықтарды бірге көрейік. Лангкавидің бұл аймағы басқа жерлерден өзгеше. Сондықтан да саяхатшылар мұнда көптеп келеді. 12 адамдық қайыққа мініп көпшілікпен бірге серуендеуге немесе жеке қайық жалдауға да болады. 4 сағат бойы түрлі қызықтың куәсі атанасыз. Біз Сунай Килим өзенімен жүзіп келеміз. Сунай Килим өзенінің жағалауының барлығында мәңгүров ағаш өседі. Мәңгүров ағашының ерекшелігі олардың тамырының тығыздығында. Суда пайда болған толқындардың барлығын сол тамырлар тежеп отырады. Міне оң жағымызда мәңгүров ағаштары. Мәңгүров оттегін ең көп бөлетін өсімдік. Сондай-ақ тамыры теңіз суындағы тұздарды да жойып отырады. Орман арасында жыландар, түрлі құстар мен маймылдар мекен етеді. Адамнан қорқпайды екен, барлық үйреніп қалған. Қараңыздар, қасымызда отыр, сескенбейді, шошымайды, үркімейді. Айналайын. Жағадан қайыққа дейін жүзіп келді, өздеріңіз көрдіңіздер. Қарындар ашып қалған ойым шамасы. Бұл бүркіттер Лангкавидің символы. Мұндағы тұрғындар арал қорғаушы деп сенеді. Ерекшелігі қанаттары қызғылт қоңыр, және де олар тауықтың етін өте қатты жақсы көреді. Саяхатшылардың барлығы оларға тауықтың етін лақтырып жатыр. Бұл жердің тамаша табиғатын көру үшін көршілес мемлекеттердің тұрғындары кемемен жүзіп келеді. Оларға арнайы айлақ беріліп, бар жағдай жасалған. Апталап, айлап жүре берулеріне рұқсат етілген. Бұл үңгір қолтырауын үңгірі деп аталады, бірақ ішінде ешқандай да қолтырауын жоқ. Шыға берісінде мынандай тас бар, қолтырауын ұқсайтын. Соның құрметіне қойылған. Күн жаңбырлы кезде бұл үңгірге кіру мүмкін емес, өйткені су үңгірдің жартысына дейін көтеріледі. Бүгін күн өте тамаша, сондықтан да кіру бақытына ие болдық. Тау етегіне келіп тоқтадық. Айналма жол салынған. Мұнда әлемде сирек кездесетін өсімдіктер де өте көп. Біз қазір жарғанаттар толы үңгірге келдік. Мұнда қатты сөйлеуге болмайды. Жарғанаттар түнде ұшып, күндіз осы үңгірде демалады. Төбеміздің, жан-жағымыздың барлығында жарғанаттар. Үңгір ішінде сталактит және сталагмит тастары да бар. Бұл жерді 15 минутта аралап, ары қарай жүзіп кеттік.
Келесі аялдаған жеріміз саяхатшыларға арналған балық фермасы. Таңғы сағат 9-дан кешкі 8-ге дейін есік ашық. Балықтарға балық беріп жатырмыз. Негізі бұл жерде балықтың 15 түрі бар. Барлығы да Малайзияда кездеседі. Барлығының басын осы жерге жинаған арнайы саяхатшылар келіп, біз сияқты балық береді. Бұл балықтар өте үлкен екен. Бізге саяхатшылар көп келеді. Океанариумнан қарағанда осы жер қызық деп жатады. Әрине мұнда ерекше, өйткені балықтарға тамақ бере аласыз. Сондай-ақ бізде арнайы асхана бар. Түрлі теңіз тағамдарын ұсынамыз. Ары қарай қайыққа мініп Андаман теңізіне шықтық. Әр жерде Лангкавидің кіші аралдары мемундалап тұр. Кебіске ұқсайтын аралды да көзіміз шалды. Малайзияға сапарымыз осымен аяқталды. Жыл 12 ай жаз болатын мекеннің біз көрмеген әлі талай қызықты жерлері бар. Оны сіздерге алдағы уақытта көрсететін боламыз. Әзірше аман сау болыңыздар.